Елжас Ертайұлы, баланы жазасыз тәрбиеле, жазаның балаға тигізер зияндары мен зардаптары. Тақырып: әрбір жаза келесі жазаңыздың әсерін әлсіретеді. Жазаға үйреніп қалған бала ендігі жазаланудан қорықпайтын болады. Мысалы, өлімнің аузынан қайтқан адамды тұмаумен немесе жөтелмен қорқыта алмайсыз. Осыған байланысты қазақта еті үйрену деген ұғым бар. Яғни, бала қателескен сайын оған ұрса берсеңіз, оның бұған еті үйреніп кетеді. Сіздің ұрысуыңыз оған әсер етпейтін болады. Сіз ұрысып жатсаңыз, ол еш нәрсе болмағандай бетіңізге қарап тұра береді. Ұрысу әсер етпеген соң ата-аналар ұруға көшеміз. Бірақ уақыт өте келе балаңыздың еті таяққа да үйренеді. Сіз ұру арқылы оны қорқыта алмайтын халге түсесіз. Тіпті балаңыз ауырған жоқ деп өзіңізді мазаққа айналдыруы да ғажап емес. Осылайша ұрысу мен ұру деген қаруларынан айырылған ата-ана не істерін білмей шарасыз күй кешеді. Демек, жазалау арқылы ата-ана баласына әсер ете алу күшінен айырылады. Оған сөз өтпейтін болады. Жеткіншектер қатарына қосылған кезде мұндай бала ата-анасына бөтен болып кетеді. Сондықтан да баласымен әрқашан мықты байланысты сақтап қалғысы келген ата-ана жазалау әдісінен аулақ болғаны жөн. Әрбір ұрысар немесе ұрар алдында балаңыз екеуіңіздің 10 жылдан кейінгі қарым-қатынасыңызды көз алдыңызға елестетіп көріңіз. Тақырып: жазалау баланың ата-анаға деген құрметін әлсіретеді. Бала өзінің әке-шешесін ерекше құрметтейді. Бала үшін бұл жалғанда олардан жақсы адам жоқ шығар сірә. Дегенмен, бір кездері ерекше құрметке ие болған әке-шешесі уақыт өте келе одан айырыла бастайды. Бұның басты себебі әке-шешенің балаға берген жазалары. Жазаланған кездегі баланың бойындағы жағымсыз сезімдер ата-анасына деген құрметін әлсіретеді. Баласы мейірімге мұқтаж кезде жүгіріп барып құшақтап алатын мейірімді ата-ананың орнын қабағы шытып, айғайлауға, тіпті ашуланған кезде ұрып жіберуге дайын тұратын ата-ана басатын болса, онда баланың көзіндегі керемет ата-ана кішірейіп, өзінің статусын жоғалтады. Жазаланған кездегі ата-ананың ашулы халі мен баланың ішіндегі жиналып қалған ашу-ыза, жек көрініш секілді сезімдер ата-ана статусын жермен-жексен етеді. Жермен-жексен болып көзден ғайып болған статуспен бірге бала ата-анасына деген сезімдерін де жоғалтып алуы мүмкін. Жоғалатын сезімдердің көшін махаббат пен мейірім сезімдері бастап, артын сенім сезімі қоштайды. Айналамызға көз жүгіртіп қарап көрсек, баласын жазалауды әдетке айналдырған отбасыларда, өскен балаларда махаббат және мейірім сезімдерінің жеткілікті деңгейде дамымағанын байқаймыз. Бала кезінде бұл сезімдер толық дамымаса, өскен кезінде өз жақындарын жақсы көріп, оларға жылу сыйлауы қиынға соғады. Ең қауіптісі, махаббат пен мейірім сезімдері толтыруы керек қуысты қатыгездік толтырар болса, ол адамнан көптеген жамандықты күтуге болады. Сондықтан да балаларымыз қатыгез болып, айналасындағы адамдарды зар илетпесін десек, онда бала кезінде оны жазалаудың орнына махаббат пен мейірімге бөлейік. Мейірім көріп өскен бала ғана айналасына мейірім шуағын төге алады. Ал жердегілерге мейірім шуағын төге алмаған адамдарға көкте мейірім шуағы төгілмейтіндігін ескере отырып, балаларымыздың ақыретімен ойнамайық. Ал сенім дегеніміз бала мен ата-ана арасындағы ең басты сезімдердің бірі болып табылады. Күнделікті өмірде өзара сенімін жоғалтқан жұбайлар немесе серіктестер ары қарай бірге болуда қиналатыны секілді, ата-анасына деген сенімін жоғалтқан баланың халі де өте қиын болмақ. Егер ата-анасына деген сенім болмайтын болса, онда ата-анасы тарапынан айтылған ешбір сөз балаға әсер етпейді.
баласының жақсылығын ойлап айтқан сөздерінің өзі баланың жүрегіне жол таба алмай кері қайтады. Ата-аналар жиі айтатын «мен дұрыс нәрсе айтып отырмын ғой» немесе «мен оның жақсылығын ойлап тұрғанымды неге түсінбейді» секілді шағымдардың себебі осы сенімнің жоғалуы болып табылады. Яғни дұрыс нәрсе айту мен балаға әсер ете алу екі бөлек ұғым. Егер балаңызға әсер ете алғыңыз келсе, онда араларыңыздағы сенімді жоятын жазалау немесе өтірік айту секілді жағымсыз әрекеттерден аулақ болыңыз. Тақырып: жазалау баланы жаман жолға итермелейді. Ата-аналардың ең қатты басын қатыратын мәселесі балаларының бойында кездесетін түсініксіз қылықтар болар. Сырт көзге еш нәрсе байқалмағандықтан, баласының бойындағы түсініксіз қылықтарының себебін анықтай алмай басы қатады. Мысалы, ата-аналармен тілдесу барысында олардың ең көп айтатын шағымдарының бірі «бәрі жақсы еді, неге екені белгісіз, баламда аяқ астынан түсініксіз қылықтар пайда болды». Нақтырақ айтқанда, жеке кеңеске жазылған ата-ана өзінің жеткіншек баласына қатысты көмек сұрап келді. Ол кісінің айтуы бойынша, үйінде ешкім темекі тартпайды екен. Бір күні баласының темекі тартып жүргенін білген кезде төбесінен жай түскендей болыпты. Осы бір жағымсыз қылықты қайдан тауып алғанын түсіне алар емеспін деп зар илеп отыр. Анасымен сөйлесу барысында баланың балалық шағына саяхат жасадық. Сөйтсек, баласы 8-ші сынып оқып жүрген кезде кейбір сабақтардан төмен баға алған екен. Сол кезде баланың сабағы түзелу үшін балаға физикалық және психикалық жазалар берілген екен. Ата-анасы тарапынан жазаланып, жаны жараланған баланың зейіні шашырап, сабағы одан ары төмендей бастапты. Осылайша бала ата-анасы мен мұғалімнің көзінде сабақ оқи алмайтын балалардың тізіміне еніпті. Қазақта сап-сау адамға 40 күн бойы жынды десеңіз, ол өзінің жынды екеніне сеніп қалады деген сөз бар. Сол секілді балаға да ата-анасы мен мұғалімі сабақ оқи алмайтын бала ретінде қарағандықтан және сол үшін ұрыс естіп жазаланғандықтан бала да бұған сене бастапты. Осылайша өзі секілді сабақ оқи алмайтын балалармен достасып, солармен жүретін болыпты. Жаңа достарының ішінде темекі тартатын, насыбай ататын балалар болғандықтан уақыт өте келе ол да осы жағымсыз қылықтарды өзіне жұқтырыпты. Міне, жоғарыдағы отбасы сабағы нашарлай бастаған балаға көмек қолын созып, қолдау көрсетудің орнына жазалау әдісін таңдапты. Себебі баланы түсінуге тырысу, онымен диалог құру арқылы мәселені шешу ұзақ уақыт пен қажырлы еңбекті талап етеді. Ал жазалау болса өте оңай және дереу шешім сыйлайтын алдамшы әдіс болғандықтан ата-аналар жоғарыдағы қиын әдістен қашып, осы оңай жолды таңдайды. Жоғарыдағы мысалда өздеріңіз де көріп отырғандарыңыздай, балаға берілген жаза оның сабағының түзелуіне көмектескен жоқ, керісінше оған басқа да жағымсыз қылықтарды қосып берді. Жазаланғанға дейін тек қана сабағы төмен болған бала енді темекі тартатын балаға айналды. Сондықтан сізге дереу шешім сыйлайтындай болып көрінген бір сәттік әдістерге алданбай, қанша уақыт алып қажырлы еңбекті талап етсе де, баламен байланыс орната отырып шешуге тырысқаныңыз абзал. Тақырып: жазаланған бала өзі де жазалауды үйренеді. Жазалау әдісі жұқпалы ауру секілді. Жазалаушы ата-анадан балаға жұғады. Жалпы бала ата-анасына қарап өседі. Күнделікті өмірде кездесетін мәселелерді шешу жолдары мен әдістерін де солардан үйренеді. Егер ата-анасы мәселелерін жазалау әдісі арқылы шешетінін көріп өсетін болса, онда ол да өзінің мәселелерін шешу барысында ата-анасынан үйренген осы бір керемет әдісті қолданатын болады. Нақтырақ айтқанда, мұндай бала өзінің бауырларын жазалаудан бастайды. Мысалы, кішкентай іні қарындастарын немесе сіңілілер ойыншығына немесе басқа да бір затына тиіп кетсе, оларға айғайлап, ұра жөнеледі. Егер осы көрініс сізге таныс болса, онда өзіңіздің балаңызбен қарым-қатынасыңызға көз жүгіртіңіз, талдау жасаңыз. Қатеңізді анықтаған соң, онымен жұмыс жүргізіп, түзету стратегиясын дайындаңыз.
сізге сәттілік тілеймін. Жазаланушы бала тек бауырларымен шектелмейді. Өсе келе жұбайын немесе қол астында істейтін қызметкерлерін жазалай бастайды. Ер кісілер әйелдерін күшпен ал әйел кісілер күйеулеріне бағынбай, олар ұнатпайтын нәрселерді істеу арқылы жазалауға тырысады. Олар өздерінің жазалауға тырысып жатқанын байқамауы да мүмкін. Себебі жазалау керек деген түсінік бала кезінен түйсігіне орналасып алғандықтан, ол өзі оны байқамаса да сол бір түсініктің жетегінде кетеді. Тіпті менің таңғалғаным, кейде көзіне шөп салып жүрген күйеуін айтып әйелдер кеңес сұрап хабарласады. Олар да түйсігіне орналасқан сол бір түсініктің жетегіне еріп, өз күйеуін жазалау үшін оның көзіне шөп салсам ба екен деп ойлап жатады. Міне, осының бәрі бала кезден балаға сіңетін жағымсыз түсініктер мен сезімдердің кері әсері. Негізі ең қауіптісі, жазаланушы бала өзі ата-ана болып, бала тәрбиелей бастаған кезде өзінің балаларын жазалай бастайды. Жалпы ата-ана болуды да өзіміздің ата-анамыздан үйренетін болғандықтан, олардан қабылдап алған осы жағымсыз әдістердің бізге әсер етпеуі мүмкін емес. Солардың әсерімен біз де өзіміздің балаларымызды жазалауға дайын тұрамыз. Дұрыс емес екенін біліп тұрсақ та айғайлап жібереміз, немесе қолымызды ала жүгіреміз. Бұл жағымсыз әдістердің әсерінен құтылудың жолдарын кітабымның соңында қысқаша айтатын боламын. Енді ойлап көріңізші, біз баламызды жазаладық, ал баламыз болса біздің немеремізді жазалайды. Немереміз шөберемізді, ал шөбереміз неменемізді. Жазалау шынжыры осылайша жалғасып кете бермек. Демек, бүгінгі біздің әлсіздігіміздің немесе білімсіздігіміздің таяғы сонау неменеміздің басына барып тиеді екен. Біз баламызды жазалау арқылы немере шөбереміздің де жазалануына себеп болуымыз әбден мүмкін. Сондықтан да сіз бен біз болып, осы жазалау шынжырын үзіп, немере шөбелеріміздің жазадан аман қалуына өз үлесімізді қосуымыз керек. Яғни біз баламызға сабыр деп аталатын қылышымызды алып, жазалау шынжырын шорт үзіп, сол бір жағымсыз әдістің ұрпағымыздың ертеңін қараңғы етуіне жол бермеуіміз қажет. Тақырып: жаза өте оңай шешілетін қарапайым мәселені қиындатып жібереді. Кейде балаларымыздың балалықпен жасаған әрекеттерін жазалап жатамыз. Негізінде ол елемеуге, мән бермеуге де болатын әрекет болуы мүмкін. Біз оған жазалау арқылы көңіл бөліп, мән берген сайын оның шешімі күрделене береді. Міне, осы қарапайым жағдай үшін жазаланған баланың сезімдерінің жаралануы, жазалаушыға деген ыза реніші оны басқа да әрекеттерге итермелейді. Осылайша өте оңай шешуге болатын мәселе күрделене түседі. Бір мәселені шешем деп жүргенде, өзіңізге қосымша бонус ретінде бірнеше мәселе қосып аласыз. Мысал ретінде, жазаның бірінші зардабы түсіндірілген мысалды қайта қарастырайық. Ол мысалда ауладан боқтауды үйреніп келген бала бар еді. Баланың анасы бірден уайымға салынып, ол мәселені шешуге тырысты. Шешу үшін әртүрлі әдісті қолданып көрді. Түсіндіріп айтты, ұрысып көрді, артынан ұруға дейін барды. Шарасыз күй кешкен ана болмаған соң баласының аузына ащы бұрыш жағып әзер тоқтатты. Бұл шешім уақытша көмектессе де басқа ауытқуларға жол ашқанын білеміз. Ал енді бұл мәселені ушықтырмай-ақ шешуге болатынын көрсетейік. Бұл жастағы бала сырттан боқтауды үйреніп келсе де, оның не екенін және қандай мағына беретінін нақты түсіне алатын жаста емес. Жалпы ол сөздер оған таңсық болғандықтан қызығып айтып жүруі мүмкін. Егер айтқан сөздері үлкендер тарапынан қолдау тауып, олардың назарын аударта алса, оны ары қарай айта береді. Ал керісінше, үлкендердің назарын өзіне аударта алмаса, онда өзі-ақ ұмытып кетеді. Үлкендердің назар аударуы екі түрлі болады. Біріншісі, баланың айтқандарына мәз болып, оған күлу немесе мақтау айту. Ал екіншісі, баланың айтқандарын жақтырмай, оны қойдыруға тырысу.
қойдыру үшін балаға ұрысып немесе ұрып жатамыз. Жоғарыдағы екі нұсқада бұл әдеттер балаға сіңіп қалады. Бұл мәселені шешу үшін менің сіздерге ұсынысым мынау: елемеу. Яғни баланың айтып жатқан сөздерін естімеген кейіп танытып, оған мән бермей қою. Егер бала елемегеніңізді байқаса, ол сөздерді айтуды қойып кетеді. Себебі ата-анасының назарын аударта алмайтын әрекеттерді істеу балаға еш қызық емес. Сондықтан да балаңыздың бойына сіңуін қалаған әрекеттерін байқап, оған көңіл бөліңіз де, ал сіңуін қаламаған әрекеттерін елемеуді үйреніңіз. Жалпы айтарым, кез келген мәселеде дереу жазалауға ұмтылмай, балама альтернатив шешім жолдарын іздеу керек. Әрине, альтернатив шешім жолдарын іздеу, оны табу және сол арқылы баламен қарым-қатынас орнату оңай нәрсе емес. Үлкен ізденісті және еңбектенуді талап етеді. Ал оның орнына айғайлай салу немесе ұра салу оңай болып көрінеді. Бұл жағымсыз әдістер оңай болғанымен әсері ұзаққа бармайды. Сізге тек қана бір сәттік шешім сыйлайды. Егер бір сәттік шешімдерге алданып, балаңыздың өмірін қиындатқыңыз келмесе, онда балаңызға әсер етуіңізге көмектесетін қосымша шешім жолдарды іздеп табыңыз. Оңай емес, онсыз да бала тәрбиелеу оңай деп сізге ешкім айтқан жоқ, айтпайды да. Себебі бала тәрбиесі үлкен өнер. Оны игеру үшін оқу керек, әрдайым ізденісте болу қажет. Сіздің және балаңыздың өмірін өзгертуге ерекше әсер ететін осы бір керемет өнерді игеру жолында сізге сәттілік тілеймін. Қанатыңыз талмасын. Тақырып: баланы жазалай алу үшін орындалу керек шарттар. Мен ешкімді жазаламау керек деген пікірді ұсынудан аулақпын. Қоғамда тәртіп орнауы үшін жазалау әдістерінің болуы қалыпты жағдай. Бірақ жазалай алуымыз үшін орын алу керек шарттар бар. Енді сол шарттарды жеке-жеке талдауға тырысайық. Бірінші, ақыл есі толыққан болуы керек. Жазалауға байланысты құқықта да, дінде де ақыл естің толық болуына, баланың жасына баса назар аударады. Мысалы, құқықтық тұрғыдан алып қарайтын болсақ, заң бұзған балалардың көбі 18 жасқа дейін жауапкершілікке тартылмайды. Кейбір заң бұзушылықтарда 16 жастан басталса, аса қатаң болғандарына ғана 14 жастан жауапкершілікке тартылады. Біздің қазақта бала мен жындыға сот жоқ деген пікір бекер айтылмаса керек. Жынды бір нәрсе бүлдірсе, оны емдеу үшін арнайы орындарда қамап ұстаса, баланың қылығына ата-анасы жауапты болып есептеледі екен. Ал қазақи танымда 13-те отау иесі деген бар. Яғни 13 жастан бастап маңызды жауапкершіліктер жүктеледі, ал ол жасқа дейін бала деп есептеледі. Діни тұрғыдан қарастырар болсақ, біздің ата дінімізде балиғат жасы деген бар. Жалпы деректер бойынша балиғат жасы қыз баласына шамамен 10-11 жасында басталса, ұл балаларда 12-13 жасынан басталады. Міне, осы кезден бастап бала өз әрекеттеріне жауапты бола бастайды. Сонымен қатар, оның бойына діни жауапкершіліктер жүктеледі. Ал балиғат жасына жетпеген балалар еш нәрсеге жауапты болып есептелмейді. Тіпті солай өмірден озған балалар сұраусыз дереу жәннатқа кіреді деген пікір де бар. Енді ойланайықшы. Баланы жаратқан Алла тағаланың өзі оны балалықпен істеген қылықтарын кешіріп, оны балиғат жасқа дейін еш нәрсеге жауапты қылмай отырған кезде, оның бізге ұнамаған қылықтары үшін жазалайтын біз кімбіз сонша? Ертең бұл орынсыз әрекетіміздің сұрауы болады деп қорықпайсыз ба? Екінші, біліп істеу керек. Дәл жоғарғыдағыдай, дін мен құқықта істелінген істің жазалану үшін бір істі біліп, әдейі істеген болуы керек. Сотта қарастырылған кезде мынаған ерекше көңіл бөлінеді. Істеген ісін біліп, әдейі істеді ме,
әлде байқаусыздықта істеп қойды ма? Егер байқамай немесе өзін қорғау мақсатында істесе, көп жағдайда кешіріледі. Ал біліп істесе, заң аясында жазаланады. Дәл сол секілді дінде де адамның ниетіне қаралады. Ол істеген ісін біліп істеді ме, әлде байқамай істеді ме? Соған сай оның амал дәптеріне жазылады. Біз де баламыздың ниетіне қарағанымыз жөн. Негізінде балалар 10-12 жасына дейін істегенін біліп, саналы түрде істемейді. Көбіне сол сәттегі сезімдерінің жетегіне еріп кетеді. Мысалы, кейде әдейі істегендей болып көрінсе де, олар біздің әділетсіздігімізге өз қарсылығын көрсетіп жатады, немесе біздің назарымызды аудару үшін істейді. Сондықтан да ол әрекеттерін біліп, әдейі істеді деп қарастыруға болмайды. Білу, саналы әрекет ету деген ұғымдар баланың ақыл-есі толық кірген кезде ғана пайда болады. Ақыл-есі толық кірмеген бала істеген ісінің салдарын толық түсініп сезіне алмайды. Яғни саналы әрекет ете алмайды. Егер істегенінің дұрыс емес екенін толық сезініп, саналы әрекет ете алмаса, онда ол әрекетті жазалауға да болмайды. Үшінші, шеберлігін шыңдау. Қазақта әке көрген оқ жанар, шеше көрген тон пішер деген керемет сөз бар. Осы сөздің мағынасына үңілер болсақ, егер ұлымыздың оқ жонуын, қызымыздың тон пішуін қаласақ, әуелі оны істеп көрсетуіміз керек екен. Яғни, баланың істей алмаған нәрселер үшін оны жауапқа тартпас бұрын әуелі оның шеберлігін шыңдауымыз қажет. Егер біз еш нәрсе үйретпей, тек қана тапсырма беріп, оны орындай алмаған үшін баламызды жазалайтын болсақ, онда үлкен әділетсіздік жасаған боламыз. Балалар бұл әлемге ешбір тәжірибесіз және білімсіз болып келеді. Олар 6 жасына дейін өздерінің ішкі инстинкттерінің жетегінде өмір сүреді. Мен оны түсінікті болу үшін, Алла тағала балаларға көмекші болуы үшін ішкі механизм орналастырған деп айтамын. Міне, осы механизмнің көмегімен балалар ешбір білімсіз, тәжірибесіз-ақ өздерінің табиғи қажеттіліктерін орындап, даму үрдістерін тамамдайды. Мысал берер болсақ, сәби дүниеге келе сала анасының омырауына жабысады да емек етеді. Ешбір ана балама емуді мен үйреттім деп айта алмайды. Біз тек омырауға жақындатамыз, сәби өзі еме жөнеледі. Себебі оның ішкі механизмі ему керек екенін, сол арқылы қарны тоятынын сыбырлап тұр. Дәл сол секілді ары-бері аунауды, еңбектеуді, заттарды ұстап көруді, ұстаумен ғана қанағаттанбай аузына салып көруді, тәй-тәй басып жүруді, шүлдірлеп сөйлеуді және тоқтамай жүгіруді де сол ішкі механизм айтып, бағыттап отырады. Ең бастысы, сыртқы факторлардың әсерімен сол механизмді бұзып тастамасақ болды. Ал 6 жастан кейінгі өмірінде бала оған дейін үйренген танымдарымен және ата-анасының үйреткендерімен өмірін жалғастырады. Сондықтан да балаларымызға оқ жонуды немесе тон пішуді үйретуіміз керек. Еш нәрсе үйретпей, тек қана талап қоя беру ақылға қонымсыз әрекет. Қазақта балаңды 6 жастан кейін құлыңдай жұмса деу арқылы осы мәселеге назар аудартуға тырысқан. Бұл сөздің мағынасы балаңа құл секілді қалай болса солай қара деген емес, керісінше еңбекке және тәртіпке баулы деген сөз. Демек, баламызға еш нәрсе үйретпеген және көрсетпеген болсақ, оның істей алмаған нәрселеріне сын айтуға, ұрысуға, ұруға хақымыз жоқ. Балаларымыз бір нәрсені дұрыс істей алуы үшін әуелі оның шеберлігін шыңдауымыз керек. Ал ол үшін білім мен тәжірибе қажет. Білуі үшін балаға дұрыстап түсіндіреміз, ал тәжірибе жинау үшін әуелі көрсетеміз, кейін өзінің істеп көруіне мүмкіндік жасаймыз. Алғаш істеп көрген кездерінде қателесуі, бүлдіруі әбден мүмкін. Балаларымыздың сағын сындырып, бетін қайтарып алмау үшін сабырлы болып,
оларға дұрысын көрсетуден жалықпауымыз қажет. Құрметті ата-ана, шеберді тәрбиелеу оңай емес. Қажырлы еңбек пен сарқылмас сабырды талап етеді. Өз өмірінің шеберін тәрбиелеу жолында сізге пайғамбар парасаты мен шыдамдылығын тілеймін. 4. Қабілетіне сай болу керек. Бала өзіне тән өмірі бар қоғамның кішкентай бір бөлшегі. Әрбір бала жеке тұлға, жеке адам, Алланың пендесі. Демек, ол ешкімге ұқсауға, басқалар секілді әрекет етуге, жұрттың баласы шыққан шыңға шығуға міндетті емес. Оның өзіне ғана тән ерекшеліктері, қабілеттері және қызығушылықтары бар. Ата-ана ретінде біздің міндетіміз баламызды жұрттың баласы бағындырған шыңға шығару емес, тек қана өз қабілетін толық қолданып, мүмкіндіктерін толық пайдалана алуына жағдай жасау болып табылады. Егер біздің баламыздан күткен нәрселеріміз бен қойған талаптарымыз оның қабілетіне сай болмаса, ол оны істей алмай қиналуы мүмкін. Ал оны бетіне басып, кінәлай беру арқылы, немесе жетістікке жетсін деп жазалау арқылы біз оған көмектескен болмаймыз. Керісінше, сағын сындырамыз. Бала күнінен сағы сынған адамдардың өмірде өз орнын табуы өте қиын. Сондықтан да бір сәттік шешімдерге ұмтылып, баламыздың бүгінін ғана ойламай, жалпы өмірін ойлайық. Пазлдағы толық суретті көруге тырысайық. Мысал ретінде, піл мен тиынды көз алдымызға елестетіп көрейікші. Егер екеуінен де ағашқа шығуын күтсек не болады? Әрине, тиынге еш қиындық туындатпайды, ағашқа өрмелей жөнеледі. Ал пілдің бұл тапсырманы орындай алуы мүмкін емес. Ағашқа шыға алмаған үшін пілге мына денеңмен ағашқа шыға алмай не көрінді саған? Ана кіп-кішкентай тиыннан ұялсайшы деп ұрысу дұрыс па? Әділдік пе? Енді өзіңіз бен балаңызды көз алдыңызға елестетіңіз. Бүгінге дейінгі диалогтарыңызды еске алуға тырысыңыз. Ұқсас жағдайлар орын алды ма? Сіздің де балаңызға анау пәленшеден қай жерің кем, оған жасалған жағдайды саған да жасап жатырмыз ғой деп ұрысқан кездеріңіз болған шығар. Егер болған болса, өзіңіздікі қаншалықты дұрыс болғанын ойлап, таразыға тартып көріңіз. Сіздікі әділдік пе? Құрметті ата-ана, істей алмаған немесе істегісі келмеген нәрсесі үшін балаңызды жазалауға асықпаңыз. Оны түсінуге тырысыңыз, таныңыз, қабілеттерін анықтаңыз. Содан соң қойған талаптарыңыз бен балаңыздан күткен нәрселеріңізге қайта көз жүгіртіңіз. Сізге сеніммен айта аламын, өзіңізден және балаңыздан ұялатын боласыз. Сізден өтінемін, пілден ағашқа шығуын сұрамаңыз. Оның міндеті ағашқа шығу емес, оның жетістігі ағашта еркін өрмелеуі арқылы өлшенбейді. Тақырып: жазасыз тәрбиені қалай үйренемін? Кітабымыздың осы жеріне дейін жаза арқылы бала тәрбиелеудің дұрыс емес екенін айтып, зардаптарын жеткізуге тырыстым. Қолдарыңыздан жазалау деген қаруларыңызды алып қойдым. Енді сіз өзіңізді жаудың ортасында қарусыз қалған жауынгер де сезініп тұрған шығарсыз. Жазаламасам, оны қалай тәрбиелеймін, ұрыспасам сөзімді қалай тыңдатамын секілді ойлар мазалап жатқан болар. Сіз жазалауға үйреніп қалған болсаңыз, қазір шарасыз күй сезініп тұрғаныңызды түсінемін. Балаларыңыз өз бетімен жамырап кетеді деп қорқуыңыз да орынды. Сіз қазір жағымсыз әдістерден бас тартқан соң, орнын жаңа әдістермен толықтыруыңыз қажет. Яғни, жазалау деген қаруды тастаған болсаңыз, оның орнына жағымды, позитивті әдістермен қарулануыңыз керек. Ол туралы осы кітабымның жалғасында, яғни екінші кітабымда толығырақ айтатын боламын. Жазалау әдісі арқылы бала тәрбиелеудің дұрыс емес екеніне, оның баланың ішкі жан дүниесіне өте қатты зиян екеніне көзіміз жетті деп ойлаймын. Күштеп бала тәрбиеленбейді дегеннің айналасында өте көп тоқталдық. Яғни бала күшпен, қысыммен емес, ар-ожданы арқылы тәрбиеленеді. Баланы қандай да бір әрекетке күштегеннен көрі,
оның ар-ожданымен байланыс орнатып әсер етуге тырысқанымыз жөн. Бала әке-шешесінің таяғынан қорыққаны үшін емес, ол әрекеттің дұрыс емес екеніне көзі жетіп, ар-ожданымен қабылдағаны үшін бас тартуы керек. Әке-шешесінен қорыққаны үшін өтірік айтпайтын бала тәрбиелі бала емес. Өтіріктің жаман екенін ар-ожданымен сезініп, бас тартқан бала болып есептеледі. Қорыққан бала әке-шешесінің күшінің әсерінен құтылғанға дейін ғана өтірік айтпай, тәрбиелі болып жүруі мүмкін. Бірақ әке-шешесі жоқ жерде немесе олардан қорықпайтын болған кезде өтірікті оқша борататын болады. Ал өтіріктің жаман екенін ар-ожданымен сезінген баланың басын шапсаңыз да өтірікке бойламайды. Ал баланың ар-ожданына қалай әсер етеміз деген сұраққа келер болсақ, оның 2 шарты бар. Біріншісі, ата-ана мен баланың арасындағы мықты байланыс. Бұл мықты байланысты жақсырақ түсіну үшін көпірге ұқсатсақ болады. Мысалы, сіз балаңыз екеуіңіз гүрілдеп тасып жатқан аса өзеннің 2 жағында тұрсыздар делік. Өзеннің дауысы мен ені сіздердің бір-бірлеріңізге дауыстарыңызды естіртуге кедергі болуда. Балаңыз айғайлап бір нәрселер түсіндіруге тырысады, бірақ сіз оны естімейсіз. Ал сіз балаңызға айғайлап бір нәрселер тапсырып жатырсыз, бірақ оны балаңыз естіп жатқан жоқ. Осылайша екеуіңіз де неге мені тыңдамайды деп бір-біріңізге ренжіп жатырсыздар. Міне, осы жағдайда сізді тыңдау үшін әуелі сізді естуі керек, ал есту үшін арада мықты байланыс болуы тиіс. Сіздің жағдайыңызда ол байланысты орнату үшін араларыңызда кабель тартып, телеграф арқылы сөйлесесіздер. Немесе заманауи әдіспен интернет байланысын орнатсаңыз болады. Бірақ ең дұрысы 2 жағалауды жалғайтын сенімді көпір орнату болып табылады. Міне, осы көпір арқылы сіздер бір-біріңізге барып келе аласыздар, немесе айтқан нәрселеріңізді естірте аласыздар. Ал сенімді көпірді орнатуға көмектесетін 3 құндылықты төмендегіше атап өтуге болады. Бірінші, балаңызды шынайы жақсы көру. Назар аударыңыз, жай ғана жақсы көру емес, шынайы жақсы көру. Себебі баласын жақсы көрмейтін ата-ана жоқ деп ойлаймын. Бұл жақсы көру сезім сонау бастан Алла Тағала тарапынан бізге жүктеліп қойған. Егер бала кезімізде сезімдеріміз жараланып, немесе өзіміз адам деген атымыздан алыстап, өз сезімімізден айырылып қалмасақ, біз онсыз да баламызды жақсы көреміз. Бірақ көпірді орнату үшін бұл жақсы көру жеткіліксіз, шынайы жақсы көруіміз керек. Көбінесе біз баламыздың жақсы қылықтарын жақсы көреміз де, оның бізге ұнамайтын қылықтар үшін ұрысамыз, жазалаймыз. Ал шынайы жақсы көру дегеніміз балаларымызды кемшіліктерімен бірге жақсы көру дегенді білдіреді. Екінші, сапалы уақыт өткізу. Бұл жерде де жай ғана уақыт өткізу емес, сапалы уақыт өткізу. Жалпы бірге уақыт өткізу және бір ортаны бөлісу деген ұғым бар. Мысалы, лифтпен шығып түскен кезде тек қана лифтті бір ортаны бірге бөлсеміз, ол жердегі кісілермен бірге сапалы уақыт өткізбейміз. Дәл сол сияқты жағдай отбасыларымызда да орын алады. Әкесі телефонына шұқиып отырса, анасы теледидардан көзін ала алмайды. Ал балалар 2 ортада ары-бері жүгіріп жүреді. Міне, бұл тек қана бір ортаны бірге бөлісу болып табылады. Олар бірге сапалы уақыт өткізіп жатқан жоқ, тек қана бір үйді немесе бір бөлмені бірге бөлісіп жатыр. Ал сапалы уақыт өткізудегі кілт сөз бірге, яғни отбасымен, балаларымен бірге іс-шара жасау, уақыт өткізу болып табылады. Мысалы, бірге отырып әңгімелесу, отбасылық ойындар ойнау, бірге кітап оқу, тағы сол сияқтылар. Үшінші, баланы жан тәнімен тыңдауды үйрену. Баланы тыңдаған болу үшін тыңдай салуға болмайды. Оны жан тәнімізбен тыңдауды үйренуіміз керек. Яғни, оны тыңдап жатқан кезде оған мен үшін ең маңызды адам сенсің дегенді, немесе қазір мен үшін ең маңызды жұмыс сені тыңдау дегенді сезіндіре алуымыз қажет.
өкінішке орай бізде кейде керісінше болып жатады. Яғни баламыз ішіндегілерін ақтарып бізбен сырласқысы келіп жатса, біз телефонымыздан немесе теледидардан бас ала алмай отырамыз. Мойындау керек, бұл тыңдау емес, жай ғана тыңдаған болып көріну. Сондықтан да баламызды тән құлағымызбен емес, жан құлағымызбен тыңдауымыз қажет. Міне, осы 3 құндылықты ескеріп, оларды әдетке айналдырсаңыз, балаңызбен араңызда сенімді көпір орнайды. Баламыздың ар-ожданына әсер ете алмауымыз үшін екінші керекті шарт сенім. Баланың ата-анасына деген сенімі. Бала ата-анасына сене алған кезде ғана ата-анасының айтқан сөздері оған әсер ететін болады. Сенім дегеніміз қандай жағдай болса да ата-анасы тастап кетпейтіндігіне, жақсы көруден бас тартпайтындығына сенуі. Ал біз керісінше баланың бізге деген сенімін кішкентай кезінен жойып тастаймыз. Мысалы, жылап тіл алмаған балаға жыласаң, тіл алмасаң, онда мен Айгүлдің анасы болып кетемін деген сөздеріміз арқылы балада қорқыныш сезімін ұялатамыз. Яғни балада мен жаман болсам, бұзық болсам, анам мені тастап кетеді деген үрей пайда болады. Немесе көшеде жылап, айтқанымызға көнбеген баланы жыласаң, осы жерде тастап кетеміз деп қорқытамыз. Міне, жоғарыдағы мысалда келтірілген жағдайлардың барлығы баланың ата-анасына деген сенімін жояды. Сонымен қатар баламызға айтқан өтіріктеріміз, оны бала ғой деп алдап кеткен кездеріміз де сенімсіздік туындатады. Мысалы, балабақшада жылап қалғысы келмесе, сен апайыңмен отыра тұр, мен қазір 5 минуттан кейін келем деп алдап кетуіміз секілді. Жалпы айтқанда, баламызбен арамыздағы сенімге сызат түсіруі мүмкін кез келген әрекеттен аулақ болғанымыз жөн. Енді бұл жерде баланы жазасыз тәрбиелеуге үлесін қосатын басты қағидаларды қысқаша айтып өтуге тырыстым. Құдай қаласа, осы кітабымның жалғасында жазасыз бала тәрбиелеудің методикасын ұсынуды жоспарлап отырмын. Құрметті менің оқырмандарым және де канал қонақтары, осымен Елжас Ертайұлының баланы жазасыз тәрбиеле кітабын толығымен аяқтадық. Басынан бастап соңына дейін болғандарыңыз үшін көптен көп рахмет. Кітап пайдалы болды деген ойдамын. Егер каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, жанындағы қоңыраушаны басуды ұмытып кетпеңіздер. Және де келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.